Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? 1 мамыр халықаралық бірлік күні құтты болсын. Осындай қазақша киімдермен, мына киімдер, мына жігіттер осындай қазақша киімдермен жан. Ой, тұрмай, мына кісінің образын қараңыздаршы. Мына кісі қазақша, мына сіздікі қандай? Қытай ма? Қытайға емес, ана басымда алыңыз шәміршем дейтін адамға ұқсап тұрсыз. В общем, достар, бүгін бізде осындай мерекелік эфир болады. Әркім әртүрлі ұлттың киімімен шығады. Көріңіздер, 14-да Евразия арнасы қосылуы болсын, бір қызық болатын сияқты. Ал баршаңызға құрметті қазақ елдерді 1 мамыр бірлік күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қазақстанның шеңберінде көп ұлтты мемлекет болып, бір шаңырақ астында берекелі, тату-тәтті ғұмыр сүріп, және сол татулығымыз мәңгі болсын деген ниетпен баршаңызды мерекемен құттықтаймын. Бүгін эфирде өте көп қызықтар болады. 14-да Евразия каналы қосылу болсын достар. Тағы да мереке құтты болсын. Баршаңызға қалайсыздар? Бүгінгі мереке Қазақстан халықтарының бірлігі күні құтты болсын. Баршаңызды құттықтаймын. Бүгінгі менің осындай әдемі бас киімім және үстімдегі осы шапан менің қолдаушым берген сізге көп рахмет. Өте әдемі, барлығы 100% табиғи матадан, яғни киізден жасалған. Бастағы тақия да, үстімдегі әрқайсысы жеке өзінің дизайнымен, жеке өзінің техникасымен жасаған екен. Көп рахмет, сондай махаббатпен ерекше жасалған. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Мереке құтты болсын. Бүгін Қазақстан халықтарының бірлігі күні. Бірлігіміз ажырамасын. Енді бүгін бізде барлығы әртүрлі образда, әртүрлі ұлттың киімдерінде киініп жатыр. Міне бізде қырғыз сатектер, Қазақтың ұлттық киімдері біздің ұлттық құндылықтарымызды, дәстүрімізді дәріптеп отырып, әрі заманауи стильде осылай өте ерекше үйлесіп тұр. Сонысы маған қатынап тұр, барлығы мақтап жатыр. Осылай бос кисе де болады екен, белдікпен кисе де болады. Барлығы күшті болып тұр. Рахмет сізге, Алла разы болсын.